Мына картқа не дейсіңдер ағайындар? Мынау UFC-дің фанаттары прямо дабыл қағып жатыр да, прямо тревога деп жатыр да, тревога UFC Дана Уайт айтып жатыр да. Бір бәле ойластырмасаң, мынау Джейк Пол деген жігіт, Джейк Пол мынау шоумен, блогер, кеше Тайсонменен төбелесіп жүр, ойлаңдар. $40 миллион алды осы бойдан. Оның алдында Джошуамен төбелесті. Одан кейін ағасы Мейвезермен төбелесті. Короче, Вудли бар ма, тағы кімдермен шығып жатыр, әйтеуір. Бәрімен шығып жатыр ғой, ветерандарынша. Осы жігіт Netflix-менен совместно бірігіп новый лига ашып жатыр. ММА-дан новый лига. Мынау картқа не дейсіңдер жалпы? Мынау карт негізі былай қарап тұрсаң, енді бастап жатқан картқа жаман емес. Жаман емес мынау карт. Өйткені мыналарды енді қатты танымаймын мен, шынымды айтайын. Макаевты енді бәріміз білеміз. Мына жігітте мықты шығады дейді, мына жігітте өте тәжірибелі деп жатыр, білмеймін. Бойларын қарамап. Бірақ мына Junior Цигано Дос Сантос, бұрында UFC шайқаған жігіт қой бұл. Ауыр салмақтың экс-чемпионы осы шығайын деп отыр. Бірақ бұл енді давно баяғыда пикінен кетіп қалды. Одан кейін Нганудың тұрысы бөлек қайын Нгану тұрғынға, Нгану шығайын деп жатқан жер ол онша емес. Бұл жігіт те тиын тебенге шықпайды, бұл да бай тақшаға шығайын деп жатыр қойшы. Ник Диаз, мына әкең ауысы сұмырай Ник Диаз гангстер. Типа бұл сұмырай деген бұл оған не қандай, типа комплимент ойлап қалмаңдар фанаттары. $10 миллион алайын деп жатыр. Перридің көтін айыру үшін шығады, айырат, бұл $10 миллион алып кетеді. Ойлаңдаршы. Иля Тапурия кешегі соңғы бойларында кімдер, Ислам Махачевтар, енді супер звездамыз деп жүргендер UFC-да ше, Перейра сақтылар. $5 миллион аспай жатыр ғой, олардың гонорарлары, ойлаңдаршы. Мына жігіт Перрименен шығу үшін $10 миллион алайын деп отыр. Че там? Нормально ма? Бұл деген прямой конкурент деп айтуға болады. Уже ертең күн байцтарын, мощный байцтарын бәрі тартылады мына жаққа, көресіңдер. Енді уақыт көрсетеді. Сендер жалпы не ойлайсыңдар ағайындар? Жазыңдар комментария, лайк басыңдар маған и арнама тіркеліп қойыңыздар.